Аса құрметті қауым, сіздерді 1 желтоқсан елбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн бүгінгі таңда халық жадында ерекше күн болып қалыптасып қалды. Өйткені бұл күн арнайы елбасы құрметіне аталған мерекелік күн. Айтулы күннің барша халқымыз үшін маңызы мен мазмұны ерекше айқын. Бұл ғасырлар тоғысында ата-бабалар аңсаған аңсарлы әлем азаттықтың алауын жағып, тәуелсіздіктің тұсауын кескен, қазақ жұрттың әлемге бейбіт сүйгіш ел, толерантты ұлт ретінде танытқан елбасының таққа отырған алаш баласының басына бақ орнаған күн болып тарихта қалатыны шындық. Қазіргі таңда жоғары білім саласы жылдан жылға дамып келе жатыр. Осы бағытта елбасы көп көңіл әрқашанда бөледі. Өскелең ұрпақ үшін елбасының өмір жолы үлгі мен өнеге. Еліміздің болашағы үшін атқарылған ізгі істер табысты болып, еліміз, елін сүйген, ел қамқоры азаматтарымыз аман болсын. Баршаларыңызға табыс, сәттілік тілеймін. Еліміздің тәуелсіздігі тұғырлы болып, бейбіт заманда өркендеп өсе берейік.